Ете де баяғы заманда егінші мен қасқыр болыпты. Егінші. Мен жасыршы, қазір аңшылар келіп мені алып кетеді. Менде жасыратын ештеңе жоқ қой, бірақ менің бір халқым бар. Осыған кіресің. Болды ғой, саған рахмет. Сөйтіп қасқыр егіншінің қабына тығылып қалады. Шап кеттім ғой. Егінші, қасқырды көрген жоқсың ба? Жаным барда тез айт. Я, көрдім, ана жаққа кетіп қалды. Аңшылар қасқырды іздеп жүгіріп кетеді. Аңшылар кетіп қалды. Шыға ғой. Егінші, менің қарным аш кетті. Мен сені жейм. Ой, қасқыр, мен сені аңшылардан құтқардым. Қабыма салып құтқардым. Бұлай жасауға бола ма? Ой, менің қарным аш кетті ғой. Мен не істеймін енді? Ой, болмайды. Мен саған жақсылық жасадым. Сен маған жамандық жасайын деп жатырсың. Жасауға бола ма екен? Қасқыр, мұның дұрыс емес. Жүр, біреуден сұрап көрейік. Қайсымыздікі дұрыс, қайсымыздікі дұрыс емес. Сөйтіп егінші мен қасқырдың алдына түлкі келеді. Егінші, сәлем қасқыр. Түлкі, мен қасқырды аңшылардан құтқардым. Қабыма салып тықтым. Мен оған жақсылық жасадым. Ол маған жамандық жасап тұр. Мен сені жеймін деп тұр. Бұл әділетті ма? Қалайша? Мұна қапқа дәл қасқыр қалай сыяды? Я, дәл осы қапқа қасқыр сыйды. Қасқыр, айтшы. Я, мен осы қапқа сыйдым. Қалайша мұна қапқа сыяды? Жоқ, мен сенбеймін. Жоқ, сендер түлкіні алдай алмайсыңдар. Мен сенбеймін. Ой, түлкі, сенбесең, қасқырынан ішіне кіріп көрсін, сол кезде сенетін шығарсың. Я, қасқыр кіріп көрсін. Қасқыр кіріп көрші. Болды, қаптың алдын тез жап. Енді қолымда күрекпен қатты саба. Сөйтіп екінші қасқырды әбден сабайды. Болды, енді екінші қаптың аузын аш. Осылайша қасқыр екіншіден түлкіден қашып кетті. Қасқырға жамандық жасауға болмайды. Сау болыңыздар.